Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаментінің Есіл ауданының полиция басқармасы өзіңіздің жеке мүлкіңізге барынша абай болуға шақырады. Соңғы кездері жеке мүлікті ұрлау фактілері жиілеп кетті. Атап айтқанда, көлік ұрлығы, қоғамдық көліктердегі ұрлық, пәтерлер мен дүкендердегі ұрлықтар. Ұрылар үнемі мүлікті ұрлаудың жаңа нұсқасын ойлап тауып отырады. Сақ болыңыздар. Қоғамдық көлікте болғанда сөмкелеріңізге мұқият болыңыз. Үйде қомақты көлемде ақша мен зергерлік бұйымдар қалдырмаңыз. Мүмкіндігінше қозғалмалы және жылжымайтын мүліктерге дабылқаққыш орнатқан абзал. Барлық ұрлық фактілері бойынша дереу түрде 102 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.